Құрметті достар, тікбұрышты параллелепипед туралы есепті шығарайық. Оның АБ қабырғасы 16-ға тең, BC 12-ге, диагоналі BD бірінші 29-ға. Көлемін табу керек. Бірінші анықтамасын еске түсірейік. Егер көлемді геометриялық фигураның беті 6 тікбұрыштардан құрылған болса, оны тікбұрыштық параллелепипед деп атайды. Оның көлемі белгілі формуламен есептейді. Енін ұзындығына және биіктігіне көбейту керек. АБ көбейту BC көбейту CC 1 болды. АБ-ны білеміз, 16-ға тең, BC 12-ге тең, CC 1-ді табу керек. АБ-ді үшбұрышты қарастырайық. АБЦ-ді тіктөртбұрыш болғасын, бұрыш А тікбұрыш болады. Ал АБ-ді бұрышты үшбұрыш. АБ катеті 16-ға тең. АД катет BC-ға тең, сондықтан 12. Пифагор теоремі бойынша BD гипотенузаның ұзындығын табамыз. 12 квадрат плюс 16 квадрат BD-ның квадратына тең болады. Есептейік квадраттарды. BD квадрат 400-ге тең. 420-ның квадратына тең. Сондықтан BD тең 20-ға. Енді BD1 үшбұрышты қарастырамыз. Параллелепипедтің барлық жақтары тіктөртбұрыштар. Сондықтан BD1 перпендикуляр DC-ға және AD-ға да перпендикуляр. Түзудің жазыққа перпендикуляр болуы белгісі бойынша BD1 параллелепипедтің табанына ADC жазыққа перпендикуляр болады. Сонымен DD1 әрбір параллелепипедтің табанында жатқан түзуге перпендикуляр болады. Олардың арасында BD-ға да перпендикуляр. Қарастырып атқан үшбұрышымыз BD1 тікбұрышты болды. BD катетін білеміз, 20-ға тең. Гипотенуза BD1 есептің шарты бойынша 29-ға тең. Пифагор теоремасын пайдаланамыз. 20-ның квадраты плюс DD1-дің квадраты тең болады 29-ның квадратына. Квадраттарды есептейміз. Жиырма тоғыздың квадраты 841-ге тең. DD1-дің квадраты 441-ге тең. Ол 21-дің квадраты. Сондықтан DD1 21-ге тең. CC1 мен DD1 тіктөртбұрыштың қарама-қарсы жатқан жақтары болғасын, CC1 да 21-ге тең. Жалпы параллелепипедтің биіктігі 21 болып шықты. Формула бойынша параллелепипедтің көлемін де есептеп алуға болады. 16-ны 12-ге көбейтеміз, сосын 21-ге. Параллелепипедтің көлемі 4032-ге тең.